араласып жүрген ортаң жайлы бір әңгіме айтып кетейін. Баяғыларда әкеміз үйге достарымыз келген кезде сұрап отырушы еді. Анау кімнің баласы, мынау кімнің баласы, анау пәленшенің баласы ма, мынау пәленшенің несі ма деп бәрін сұрап, сол ортамыз қандай, соң бәрін сол баласының қандай екен, сол ортасына қарай аңғарып біліп отырады екен ғой. Араласып жүрген ортаң қандай болса, демек сен де сондай екенсің. Ол шындық, ол ақиқат. Ортаң сені өшіреді, ортаң сені өсіреді. Бір қазақта құнды, мағыналы сөздер көп қой. Досыңа қарай балаңды таны деп жатады. Сол сияқты араласып жүрген ортамызға мұқият болайық, сақ болайық. Бай болуыңда, керемет білімді бай болуыңда сол ортаңа байланысты, кедей болуыңда сол айналып келгенде түп тірегі сол ортаңа байланысты болады. Сол себепті кімдермен араласып жүргеніңе, кімдермен сырласып, дос болып араласып жүрген ортаңа мұқият болу керек, сақ болу керек. Бір сәт ойлану керек. Осы мен кіммен араласып жүрмін, кімдермен құраласып жүрмін деген сияқты. Ортамызға сақ болайық, ойланайық біраз. Өсіп өнуің сол ортаңа байланысты.